Бас киім гардеробтағы ең маңызды аксессуарлардың бірі. Бұл біздің образымызға мінез беріп қана қоймай, қоршаған ортаға тудыратын әсерімізге де әсер етеді. Мен Жамиля Айдын, персоналды стилист. Бүгін сіздерге бас киім таңдаудағы басты ескеретін нәрселерді айтамын. Егер бір жыл бұрын өте қанық, ашық түстер сәнде болса, қазір халықтың таңдауы өзгерді. Көбінесе сұр, қара, ақ түске назар беріп жатыр. Ал тренд ретінде жануар принтпен қызыл түс алдыға шықты. Бас киім таңдағанда бет пішіні өте маңызды рөл атқарады. Егер сіздің бетіңіз сопақ, овал формада болса, сізге барлық бас киім түрін кисе болады. Ал егер бет типіңіз үшбұрыш типіне келетін болса, сізге бірнеше лайфхактарды қолдану керек. Мысалы, беретканы басыңыздың дәл ортасына орналастырмаңыз. Шетке қаратып кисеңіз өте әдемі болады. Егер жақ сүйегіңіз үлкен болса, беретканы дәл басыңыздың ортасына орналастырсаңыз, бетіңіз одан сайын көлемді бола кетеді. Сондықтан да шетке қарай орналастырған жөн. Ал бет формасы төртбұрышты қыздарға косынка алуға кеңес беремін. Себебі косынканың жиегі бетіңізді өте жақсы коррекциялап, бетіңізге нәзіктік сыйлайды. Енді осы маусымдағы трендтегі бас киімдерге назар аударайық. Олар бізде капырлар, балаклавалар және құлақшындар. Капырлар мен балаклаваларды күнделікті өмірде пуховиктермен, пальтолармен, тіпті шубалармен де кисеңіздер өте сәнді көрінесіздер. Ал құлақшындарды біздің оңтүстіктің қыздары тым қалың көрінуі мүмкін. Ал солтүстіктегі қыздарға бұл таптырмас бас киім болып табылады. Әдемі, сәнді әрі жылу сыйлайды. Ал панамалар мен эко-мехтан жасалған бас киімдер былтырғы жылы трендтің басты болып саналса, қазір де олар актуалды болып саналады. Сондықтан да қорықпай ала берсеңіздер болады. Бас киім тек жылу сыйлау үшін ғана емес, образға мінез беру үшін де керек. Мысалға, мына бір бас киім образыңызға нәзіктік сыйлайды. Ал мынаған келетін болсақ, образыңызды батылырақ етеді. Қыста сәнді ғана болып қана қоймай, жылы да жүргіңіз келсе, шапка бейнеді таңдасаңыз болады. Бірақ кигенде міндетті түрде басыңыз бен шапканың төбесінің арасында ауа қалу керек. Бүгін сіздермен болған мен, персоналды стилист Жамиля Айдын. Әлеуметтік желідегі парақшаларыма тіркеліп, дәл осындай пайдалы кеңестерді тегін ал.